Сәлеметсіздер ме, әлеуметтік желі қолданушылары? Мен Баймаканова Альбина Ерікқызы, Меркі аудандық тарихи-өлкетану музейінің қор сақтаушысымын. Сақина сәнге жатпас, айқай әнге жатпас деген ұғым қайдан шыққан екен? Бір жәдігер сыры айдарының бүгінгі шығарылымы күміс жүзіктерге арналады. Ертеде халқымыз ас адал болу үшін әйелдің қолында міндетті түрде сақина немесе жүзік болуы керек деп санаған. Тіліміздегі сақинаны сәнге салмайды, ол тазалыққа таразы деген ұғым сақинаның тек сәндік қана емес, гигиеналық қызмет те атқарғанын дәлелдейді. Арасында бұл тұжырымдар негізсіз емес. Өйткені сақиналар көбіне күмістен жасалған. Ал таза күмісте әртүрлі ауру қоздырғыш микробтарды өлтіретін қасиет бар. Жүзіктер болса сан түрлі үлгіде жасалған. Жүзіктің жасалуы сақинадан күрделірек. Қазақ халқы асыл тастардан көз қондырылған жүзік, тасы жоқ, тек алтын, күмістің өзінен ғана көз шығарғанын сақина, көзі жоқ шығыр түріндегісін балдақ деп атаған. Жасалу мәнеріне қарай немесе көздеріндегі тастардың атымен алтын жүзік, күміс жүзік деп. Сақиналар құсмұрын, түйе табан, жүрекше, құдағи жүзік тағы да басқа болып аталған. Құстұмсық жүзікті бойжеткен қыздар таққан. Оны құс тәрізді еркін болсын және содан құстың тұмсығына ұқсайтын оюмен әшекейлеген. Мұндай жүзікті ер балаларға да ырымдап тағып отырған. Ер қолындағы құстұмсық еркін, тәуелсіз және қауіпті қатерден сақтап, жаудың сағын сындырсын деген мағынаны білдірген. Ал келесі шығарылымда қандай жәдігер сырын ашайық?